Assalamu құрметті достар. Бүгін қызықты деректер күні аясында кезекті тәжірибемізді өткіземіз. Тәжірибе өздеріңізге белгілі өте қарапайым магнитпен жасайтын боламыз. Ең бірінші осы магнит жайлы қысқаша түсіндіріп өтсем сіздерге. Міне достар, өздеріңіз көріп тұрғандай, бұл магниттік өріс. Магниттік өрістің теріс және оң зарядтары. Келесі суретте бұл ғаламшарымыздағы магниттік өріс, яғни кезінде теория болған адамдар, мына төменгі жақта өмір сүретін адамдар неге құлап түспейді деген сияқты жер бетіне. Сол кезде өздеріңізге белгілі ғалым Ньютон тартылыс күші заңын ойлап тапты. Сол тартылыс күші заңы осы магниттік өріске бағынады. Яғни магниттік өрістің арқасында біз жерден құлап түспейміз. Келесі сурет. Міне жердің ішіндегі осы магниттерден осы арқылы жаңағы магниттік өрістер таралады. Яғни оң және сол заряд болады. Біздің магниттер сияқты. Ал міне достар, сіздермен кішігірім магниттен тәжірибемізді өткіземіз. Ол үшін бізге керек өздеріңіз белгілі үлкен магнит пен кіші магниттің сол жақтан алып қарасаңыз, бір-біріне қосылмайды. Былай айналдыратын болсақ, қосылады. Яғни оң зарядтар бір-біріне. Сіздерге белгілі бүкіл әлемнің ғалымдары зерттеп, осы уақытқа дейін әлі күнге дейін зерттеп келе жатқан қалай жанармайдың қуатынсыз қалай көліктер жүргізуге болады дегеннің бір теориясында осы магниттің арқасында жүргізуге болады деген. Ол қалай болады, сіздерге жай кішігірім ретінде көрсетіп өтемін қазір. Ол үшін міне біздің ток күшіміз достар, өздеріңіз көргендеріңіздей ток пен магниттің көмегімен қалай біз айналдырғанымызды, яғни ешқандай сыртқы күштің көмегінсіз. Келесі тәжірибеміз сіздерге анық көрінеді деп ойлаймын. Дәл осындай жағдайда магнитімізді үстіне ток күшімізді қоямыз. Және мынандай мыстан жасалған сымымызды кигіземіз. Достар, өздеріңіз көріп тұрғандай магниттік өрістің оң және сол зарядтары арқасында осылай айналады. Осымен тәжірибеміз соңына жетті. Егер де сіздерге осындай тәжірибелер және де осыған бөлек басқа да ғылыми химиялық тәжірибелер қызықты болса, онда назарларыңызды келесі кітаптарға аударамын. Қош, сау болыңыздар.